Бүгін Жалпыұлттық социал-демократиялық партиясының мүшелері Алматы қаласы Түрксіб ауданындағы Бақай ықшам ауданының тұрғындарымен кездесті. Жалпыұлттық социал-демократиялық партиясының сайлауалды тұғырнамасы қандай? Неден мәселелерді көтереді? Қандай салалар қамтылған? Партияның тең төрағасы Жармахан Тұяқбай кездесуге келгендерге әуелі саяси ұйымның тұғырнамасын таныстырды. Партия белсенділері Бақай ықшам ауданының тұрғындарына олардың үйлері мен жер телімдерін заңдастыруға және әлеуметтік мәселелердің шешілуіне құқықтық жағынан атсалысатынын жеткізді. Жалпыұлттық социал-демократтарда өзге партиялар секілді үгіт-насихат жұмыстарын белсенді жүргізуде. Жерлерде әртүрлі кездесулер өтуде. Партия мүшелері үгіт-насихат жұмыстарымен еліміздің солтүстік өңірлеріндегі барлық облыстарда Қазақстан батысының бір бөлігін аралап шыққан. Енді оңтүстік Қазақстан облысына жол тартпақ. Программа бойынша қазір біз басқа партиядан қарағанда біз стратегиялық бір немене жасайық деп жатырмыз, жоспар. Екінші экономика жағынан. Экономика енді әлеуметтік экономия болсын, халықтың ойлайтын экономия болсын, халық үшін жасайтын экономия боласын деген сондай көп мәселені көтеріп жатырмыз. Үшінші әлеуметтік. Вот осындай үш проблеманы көп, соның арасында ауылда бар, өндірістікте бар, адамның құқығы да бар, көп нәрселерді сол программамызда сол мәселелер бар.